Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Есім Кулбас Беркебұлан. 2022 жылғы қаңтар оқиғасына қатысқан болатын. Өзім Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласының тұрғыны. Мен қаңтар оқиғасы кезінде 2022 жылда осы Ақтөбедегі алаңда, орталық алаңда 4 қаңтар мен 6-7 қаңтар қараған түнге дейін болдым. Енді ол қаңтар оқиғасы кезінде ең бірінші басты өзіме көрінген затты мен бұрын соңды мен қаңтар оқиғасы болған кезде бірінші рет көрген затым бар да. Бұл біріншіден халықтың жаңағыдай ауызбіршілігі, екіншіден тағы да өзімнің жаным ауыр тигені, сол жерде алаңда мысалы халық тұрды, халықтың алдында оған тосқауыл полиция тұрды. Полиция ол жерде халықтың ашынғанын, халықтың шындығын көре алмаған жаныма тиді. Полиция әлі күнге дейін бір жоғарыдан келген бұйрықпен ғана шектеліп қалатыны да. Біздің азаматтармен қалай сөйлескен, азаматтармен, Қазақстан Республикасы азаматтарының, өзіміз елдің азаматтарымен қалай жұмыс жасағанын, былайша айтқанда қинағанын көрген кезде мен кәдімгі жағам ұстадым деп болады. Мен полиция деген сөзден, полиция қызметкерлерінен нағыз ондай затты көрмедім де, өйткені мен енді ішінде болды жақсы азаматтар да, жоқ деп айтпаймыз, бірақ алаңда тұрған азаматтар сол кездегі. Содан кейін сол қаңтар оқиғасы бітіп ары қарата ұстаулар, задержаниялар болғаннан кейін полиция қызметкерлерінің берген бұйрықтарымен руководство етіп, соны басшылыққа алып, бәрі біздің халықтың претензиясы нақты үкіметке болды. Жаңаөзендік Маңғыстаудың жігіттерін қолдау үшін жиналдық. Құрметті бауырлар, бүгін бұл жаққа жиналғанды біреудің газдың мәселесі, біреуде кредит, бәрінің басына мыңдаған мәселесі бар. Осының бәрі толықтай түйіні, бір түйір шешімі. Қазіргі билік солай ма отставкаға кетті? Қазақта сөзі бар, қазақта сөзі бар. Халық сұраса, ханның өз түйесін сояды дейді. Дұрыс айтасыз. Полицияға емес, біз үкіметке қойдық, осындай қазақ халқының қиын жағдайын бәрін айтып, халық соны талап етіп барған кезде үкіметке жақындаттырмай, біз талабымызды орындап тұрып, орын бермей, алып кәдімгідей алдымызда тосқауыл болып тұрған болғандарының өзі. Сонда болды, мен уже халық күш алған кезде де полицияның, өкінішке орай полиция қызметінің бір бұйрыққа бағынып қалды. Енді қаңтар кезінде қамаққа алындық, 15 тәулік берді, 88 баппен әкімшілік құқық бұзушылықтың. Сол кезде қамаққа алынған кезде, бірінші әлі сот болмай тұрған кезде, бірінші күндер біз апарды, осы Ақтөбедегі рулардың бірінде болдық. Сол кезде ұрды, таяқ жедік. Мен жеке өзім тұрды. Енді айтпаймын, 15 күн қамаққа алған, 15 күн бәрінде ұрып шықтық. Басында 2 күн таяқ жедік. Ояқта қолданылған заттар: қолмен ұрды, аяқпен тепті, электрошок, дубинка. Маған қолданылған заттар осы. Бір күн қатты ұрды, былайша айтқанда бір тәулік бойы ұрды деп болады, бір күн бойы, целый бір күн бойы ұрып атты. Олардың қойған маған ұсынысы былай болды: саған ұруды тоқтатамыз, шай тамағын бәрін әкеліп береміз, ешкім саған тиіспейді, бірағында сен жаңа елге кірген террористердің біреуін де мойнына ал деген сияқты, 405 пен мойнына ал деген сияқты. Сондай ұсыныс талап болды тарапынан. Айттым, ұрудың бәрін тоқтатамыз, егер де сен мойнына алсаң деген сияқты. Мен өзімде ой болып қойды. Мен қазір маған ондай ауыр айып тағылады екен. Мен қаншама түрмеде отырамын. 10-11 жыл түрмеде отырғаннан гөрі 15 күн таяқ жеп шыққаным жақсы деп келіскен жоқпын. Бірақ та олар сол бір күн бойы ұрды, сондай ұсыныс не болды. Ертеңгісін аяғасын тіпті болып қалды сонда. Енді біз ол кезде білген жоқпыз. Бірақ қамақтан шыққаннан кейін естідік те, жаңа бірінші 20 мың террорист еді ғой, елге кіріп кеткенде. Соның санын толықтыру болды ма, білмеймін, не жағдайда болған. Бізге оны талап етіп сұраған. Енді жаңа қаңтар оқиғасы кезінде полициялармен болған заттар туралы айттық қой. Енді мен қазір бүгінгі таңда мен айтқан сөздерімнің бәрінен ол кісілерді естіп, немесе сол қаңтар оқиғасынан болған заттардан ол кісілерді бір ой түйіп сабақ шығарды деп ойлаймын, полиция қызметкерлері. Енді біздің Қазақстанда бұндай ауқымды түрде бірінші рет өткен зат болатын. Енді ары қарата болмасын деген тілектеміз, бәрі жақсы жағынан, дұрыс жағынан шешіліп, бәрі халық өзі жақсы ұйымдасалады деген ойдамын. Өйткені бұл қаңтар оқиғасында басында халық ең бірінші басында барған кезде нағыз әділ талаппен барған болады. Өзінің нақты проблемасын айтып, былайша айтқанда мирный митинг, бейбіт шеру болатын, бейбіт жиналыс болған болады. Енді осы бақандай 2 жыл уақыт өтті. Енді ары қарата қазақ өзінің бостандығы үшін бұндай қан деген сияқты, жан деген сияқты қымбат бағаны төлеуге дайын емес, және мүмкін емес. Өзіміз азғантай ғана халықпыз. Енді менің жеке ойым ары қарата, былайша айтқанда тырнақшаның ішінде айтайын, қазақта пивной путчи болды деп ойлаймын осы. Енді ары қарата менің өзім жеке ойлағаным, сондай заттар қайталанбас жоқ, ішіне кіріп эволюционным путем, если хочешь победить мафию, ты должен сам возглавить мафию. Енді бізді
бұл билікті өзгерту ішіне қарата кіруім керекпін, эволюционный путем істегім келеді, ол менің ұстанымым.